Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін сұр қоян, бастауыш оқулығында бар кітап, өлең жолы ғой, 1-ші класста. Міне осы сұр қоян өлеңіне арнап біз видео жасамақпыз. Енді ол видеоны мен бастап жасап отқан болатынмын, осы арманға түсірмекшімін видеоға. Енді қараңыздар, бұл өлеңді түсіру үшін біз алғашқы не жасаймыз? Ең бірінші бізге ChatGPT қажет. ChatGPT-ға мен мадан бері жазып отырмын, мына мультфильм қыл, былай қыл деп әртүрлісі жазып отырмын. Қазір сіздермен бірге де жазып бастап көремін. Тұра берсін. Менің жасаған жұмысымды көрсетем алдындағы, Біз жасап көрдік, бізде мынадай нәтиже берді. Енді менің қазір тоқталмақшығым міне. Мен екі түрлі жасап көрдім. Бірінші өлеңді толық жолын, екі шумақтан тұратын өлең толық жаздық. Сол бойынша мынандай промпт шықты бізге. Не, қарасаңыздар, мынада не, мынау бірінші куплеті, мынау уже екінші куплеті жаңа. Қара беді артына қиғын сап көзінің деген жолдар бар ғой. Міне екеуін біріне де мынандай қылып сыйыстырып беріп тұр екен. Екінші, бұдан бөлек біз бір шумақтың өзін салып едік, бізде бұндай не беріп тұр. Онша әдемі шықпады деп ойлаймын, ұнамады тұрынша маған. Бірақ мынандай қылып не беріп тұр. Енді мен ары қарай бұл стиль ұнамады маған, сол себепті де мен мультфильм стилінде деп сурет жазып едім. Жасап едік, бұл тағы да мынандай болып шықты. Бұл суретті жандандыруға болады, енді жаңа өлең жолымен арман қарай. Бірақ қазір бұл суретті жандандырмас бұрын мен қайтадан басынан бастап видео түрінде, осы мультфильм стилінде деп жазып көрейін деп отырмын. Ол үшін мына суретті алып қалып, осы суреттің стилінде ары қарай жасап көрсем. Өйткені тағы да қоян жасауға ол қазір мендегі үйлерім кете береді, азайып қалып жетпей қалуы мүмкін, сол себепті де. Енді мынаны сақтап алдым. Сол себепті осыны салып тұрып, арман қарай мен промпт жасайтын боламын. Ол үшін сақтап алған суретімді мен ChatGPT-ға салайын деп отырмын. Алып барамын, мынаны саламын, суретімді мен добавить деп. Загрузканың ішіндегі мен жаңа қоямды тауып аламын. Қоямды таптым. Осы суретті саламын ChatGPT-ға, және сосын осы жерге жазамын. Не деп жазамын? Мен жаңағы өлеңнің бірінші шумағын жазам. Қасына көшіріп. Бұл ChatGPT-ға жазамын да, сосын жазамын. Осы өлең жолы бойынша не деп айтамын? Пиксверске деп айтайын, Пиксверсте мультфильм стилінде. Видео жасау үшін осы өлең жолы бойынша Пиксверсте мультфильм стилінде видео жасау үшін промпт жазып бер. Промпт жазып бер. Пиксверске деп атап айттым, енді Пиксверс қабылдайтыннен жазып береді деп ойлаймын, өйткені Пиксверс кейбір промпттарды қабылдамай қалады бізде. Қазір бірге көретін боламыз. Біз жеке сурет жасап алып, оны жандандыруға да болады, бірақ мен бірден жасап көргім келіп отыр. Қалай болып шығатын, қазір көретін боламыз. Міне, қысқа осы шумаққа келетін промпт керек болса жазып, келесі шумаққа да видео керек болса. Келесі шумаққа да керек болса жазып беремін. Қазір мен бірінші көрейік. Бірінші осын салып көрейік. Сосын арман қарай келесі шумаққа да жаздырып алып көретін боламыз, жақсы шықса. Видеоны мына жақтан таңдадым. Мына жерден неше секундтық видео жасайтындар көрініп тұр. 5 секундтық қана жасайды, арман қарай бізде платныйға кетіп қалады меніңше. Сондықтан 5 секундтық жасай беремін тегін нұсқасымен. Енді мен жаңағы промпттарымды қайтадан саламын. Салдым. Суретімді осы жерге кірістіремін. Мына жасап тұрған суретімді. Маған осы негізі жасап шықсын деп тұрмын, арман қарай. Видео жасау үшін 20 кредит алады екен менен. Не шықпай қалды. Бар екен.
қабылдады. Олай бастап көрдік. Бізде қандай видео шығар екен, қазір көретін боламыз. Жаңа айтқан кредит деген мына жерден басу арқылы енді бөлісуге болады арман қарай. Мына жердегі кілтемен қасымыздағы адамдар болса, солармен бірге бөлісіп та жинап алуымызға болады, немесе күнделікті реклама қарау арқылы да жинап алуымызға болады. Кәне менің видеом дайын болды, мен қазір көремін қалай болып шықты екен. Мына жерде мысалы көжеге екеуі бірге тұр. Біз көжекке бірге түскен сурет жібердік, сол себепті бізде дұрыс емес, екеуі бірге шықты. Негізінде бізде көжеге екеуі бірге емес, көжеге артынан келу керек еді, дұрыс емес болып кетті біздің неміз. Менің салған суретім дұрыс емес болып кетті, значит. Енді мен бұл нені алып тастаймын. Сол себепті қайтадан видео жасап көремін. Мен кредитім бар деп, кредитіме сеніп жасап отырмын. Қайтадан көремін. Өзі қалай жасап береді екен. Ешқандай суретсіз. Жерде мысалы, мен не деп жаңадан мүмкіндіктер ашылып тұр. Мысалы, мультикадр дейді, аудио дейді. Бұларды да қосып жасап көру керек. Сол кезде қандай мүмкіндіктер бар екенін көреміз. Мына көрдіңіздер, мен сурет салмап едім, маған мынандай стиль шығарып кетті. Маған мынандай мультфильм стиліндегі керек еді. Көрдіңіздер, маған кәдімгі қоян шығып кетті. Жаңа өлең жолына келіп тұр, бірақ бұл әдемі емес, себебі бұл мультфильм стилінде емес. Сол себепті де біз бұған салған кезде жаңыз ғана қоянның несін салуымыз керек. Суретін. Ол үшін біз енді мына кредит таусылғанға дейін көрсетейін деп отырмын ғой сіздерге. Сол себепті де біз былай жасаймыз. Бұл жердегі маған әдемі сұр қоян суреті керек, әдемі табиғатта тұрған мультфильм стиліндегі қоян фотосы керек. Ал енді қазір GPT маған өзі жасап беруі мүмкін суретті. Мен сурет керек деп жаздым, байқадыңыздар ма? Промпт керек деген жоқпын. Сол себепті өзі жасап сурет жасап жатыр. Қазір көреміз суреті қандай болып шығады екен. Егер сурет жақсы болып шықса, мендегі аяқтағы кредитім сақталып тұрады да, мен осы нені салып, жаңа видеомды қайтадан салып тұратын боламын. Қазір сурет дайын болсын, суретті көреміз. Егер де суретіміз біз ойлағандай әдемі стилде шығатын болса, шықпай қалды. Сурет шықпай қалды. Олай болатын болса, бұндай сурет жасау үшін маған неге промпт бер дейміз, Pixapersке промпт бер дейміз. Промпт керек дейміз, Pixaper жасап берсін. Енді міне бізде әне шықты, әдемі қоян табиғатта дегенде, біз осына барып Pixapersке сурет жасап көреміз бірінші енді. Сурет қалай болып шығады екен. Изображениені таңдаймын. Жерде бұдай ештеңе шықпады, сондықтан мен мынаны қоямын да. Енді сурет жасап шығамын. Маған видео емес, сурет керек болып тұр. Сурет қалай шығады екен көремін. Міне маған мынандай стилдегі сурет жасап, бағана осындай стилде болатын, тағы сол стилдегі жаңғыз қоян сурет шықты. Ал болсын, осы суретті алып аламын. Осы суретті аламын да, мен қазір неге салып, осы бойынша жаңағы бірінші видеомды промптын салатын боламын. Сол кезде осы жаңғыз қоянның жаңағы секіріп жүрген промпты керек қой маған. Мына видеоның промптын апарып осыған салатын боламын енді. Бұл жерде енді біз істейміз, видеоны таңдаймыз.
видеоны таңдаймын, осы видеоға алып барамын да мына нені саламын. Мына промпт саламын да видеоға жаңағы жаңғыз қоямды салатын болам. Көшіріп алған міне жаңғыз қоямды бір осыға салатын болам. Бізде мыналар уже керек емес. Толтырудан қажеті жоқ, өшіріп тастаймыз. Мына баяғы жаңағы екі видеоның жүрген несі, не болды, енді сазет батырмасын басатын боламыз. Осындай видеоларды, мына жасанды интеллекттің видеолары бар ғой, солармен бірде жұмыс жасайтын, бізде тікелей эфир болып жүр арқылы, оған WhatsApp нөмірге өтіп хабарласуыңызға болады. Суббота, воскресенье прямой эфирде осындай программа Zoom арқылы бірге жасап көретін боламыз. Жасап жүрміз, сондай қылып қатысуларыңызға болады. Міне, мынауымыз біздің жақсы шыққан сияқты. Жаңағы ұзын құлақ сұр қоян, естіп қалып сыбдырды деген бар ғой, міне қойлы қырлы жерлермен атқып секірді деген. Міне осы жолға келетін біздегі бірінші видеомыз шықты. Мынау соған келеді деп ойлаймын. Енді дәл осы стильде, осыны өзгертпей, бізде ары қарай жасау үшін біз енді келесі өлең жолын салатын боламыз. Ол үшін сол өлең жолды алып барып ChatGPT-ға саламыз. ChatGPT-ға апарамыз да, дәл осы несін өзгертпей, бізге осы неде керек дейміз. Видео жасау үшін деп. Ол үшін жаңағы екінші өлең шумағын жасап аламын. Осыны апарамын да, осыған салам. Осыған салдым. Енді осы жерде, міне, осы өлең жолына промпт керек дейміз, алдыңғы несін өзгертпес үшін біз қазір сурет туған қайттан салатын боламыз. Алдыңғы стильді нені істейміз, қоянды өзгертпей деп, 100% сақтау деп қойайық. Біздің неміз өзгермеуде, өйткені себебі біз жаңағы видеомызда суретімізді қосып салатын боламыз. Сол себепті стиль өзгермеу керек деп ойлаймын. Міне екінші видеом шықты. Алып барып оны мен мына жерге салатын болам. 75 кредит қалыпты. Мен сол 75 кредит осығанға дейін осыны салып аламын. Дәл жаңағы суретім тұр, ол суретім тұра берсін, өйткені осы стиль сақтағаны керек. Маған сол себепті де сазет батырмасын басам. Енді қарайық. Бұл қалай шықты екен? Атын көжеге атқан сияқты. Мұны секірген жоқ, байқадыңдар ма? Бұл жердегі екеуінің жалғасқан несі сәл келмек, екеуін бірге қарап көрсе қалай болады екен, қарайға. Бірінші бізде мынау жүреді, міне, бірінші мынау қойылады, қазір форматтаған кезде мынау секіріп келеді, сосын тоқтайды болады қазір. Мынау секіріп келді, сосын барып бұл тоқтаған кезде артынан мынау көжеге келу керек қой. Негізде көжек артынан еру керек еді. Көжек тоқтап қалды. Біз осы жерді ChatGPT-ға былай айтсақ, қане. Жаңа өлең жолымыз қайда? Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келе жатқан томпаңдап көжек екен өзінің. Өлең жолы бойынша Пиксперске арнап дедіге.
біз мынаны көшіріп алып қайтадан салып толықтыру керек дейміз. Қара беті артына қиығын сап көз жылуын. Қоян секіріп келе жатады. Сосын барып тоқтап артына қарай берсе. Қоян секіріп келе жатады. Көжегі артында келе жатады. Артында келеді. Қоян бұрылып артына қарайды. Да көжегін көреді. Өйстіп жазайық. Сосын ретімен жасап бердік. Қазір не болып шығатынын көреміз. Енді қараймыз. Біздегі жалғасқан кездегі видеомыз бір-бірімізбен жалғасып кететіндей болу керек қой, өлең шумағымыз шығатындай. Сол себепті де біз дұрыстап қарап алып барып жасауымыз керек болған, Міне менде сәл ғана қалды, осы жеткенге дейін жасап шықса көреміз. Сосын қайтадан келесі жұмысқа дейін мына жердегі кредитімізді толықтырып алуымыз керек болады. Өйткені тегін нұсқасын пайдаланып отырмын, сол себепті өстіп күтіп, толықтырып алып барып келесі жұмыс жасайтын боламын. Бұған дейінгі жұмыстарды міне өстіп бірнеше рет күтіп жасаған болатын, міне солай қылып бөліп жасайтын боламын. Ал біздің видеомыз дайын көрейік. Мынада міне артында келе жатқан сияқты, қазір бұрылып қарады артында. Әне көжегін көрді дедік. Енді бұл екеуі монтаждаған кезде келтіруге болады деп ойлаймын, Артында келеді, бұрылып қарады дедік. Енді екеуін бірге алып монтаждау керек та, үстіне диктордың сөзін жазу керек болады. Сол кезде бізді қысқа өлең жолдарына осылай қылып видео жасауымызға болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.